Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз судың ластану мәселесін шешудегі қарапайым әдісін көрсететін боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз судың құрамын табиғи адсорбенттердің көмегімен тазарту. Бүгінгі таңда ауыз судың мәселесі әлем бойынша бірінші орында тұр. Адамдар суды химиялық жолмен тазартады, ал бұл табиғатқа зиян әрі қымбатқа түседі. Ал біз бүгін суды табиғи адсорбенттермен тазартудың жолын көрсетеміз. Судың маңызды және экологиялық жағдайы. Су тіршіліктің негізгі көзі. Адам ағзасының шамамен 70%-ын, өсімдіктер мен жануарлардың 60-95%-ын су құрайды. Сусыз тіршілік ету мүмкін емес. Су адамның ішкі мүшелерінің жұмысын реттейді, қан айналымын қамтамасыз етеді және температураны тұрақтандырады. Алайда, қазіргі кезде судың сапасын күннен күнге нашарлап барады. Өндіріс орындарынан, ауыл шаруашылығынан және тұрмыстық қалдықтардан шыққан лас сулар өзен-көлдерге түсіп, табиғи экожүйелерді ластауда. Бұл ластаушы заттардың құрамында ауыр металдар, пестицидтер, құрамында химиялық қоспалар бар. Мұндай су адам денсаулығына зиян келтіріп, экологиялық теңгерімді бұзады. Біздің зерттеуіміздің мақсаты судың табиғи адсорбенттерінің көмегімен тазарту тиімділігін арттыру. Біз адсорбент ретінде 3 негізгі материалды таңдап алдық. Біріншісі көмір, екіншісі ұнтақталған жұмыртқа қабығы, үшіншісі құм. Зерттеу әдісіміз қарапайым. Біз ластанған суды дайындап, оны табиғи заттармен сүземіз. Осылайша судың pH көрсеткіші мен оның түсін анықтаймыз. Бірінші кезде ластанған суды дайындау. Кәдімгі суға аздап топырақ және шай түйіршіктерін саламыз. Енді әр стаканға өз адсорбентін саламыз. Біріне көмір, біріне жұмыртқа, ұнтақталған қабық. Және де көмір. Енді біріне топырақ. Енді сүзгіленген мөлшерде суларды, ластанған суларды құйып шығамыз. Енді 10-15 минут күтеміз. Судың түсі айтарлықтай өзгерді. Ластанған судың pH көрсеткіші 6,5-ге тең. Бұл қышқыл одаға жатады. Ал бізде көмірдің pH көрсеткіші 6,8-ге тең. Бұл да қышқылға жатады. Ал жұмыртқа қабығы мен көмірдің pH көрсеткіші 7,2-ге тең. Бұл да бейтарапқа жатады. Ал құм 6,6-ға тең. Бұл қышқыл ортаға жатады. Байқағаныңызда ең тиімді адсорбент жұмыртқа қабығы мен көмір. Бұл екеуі бірге қосылғанда судың түсі мөлдірленіп, иісі де жойылды. Жұмыртқа қабығындағы кальций карбонаты судың pH-ын бейтараптайды, ал көмір судың бетіндегі қалдықтарды өзіне сіңіреді. Бұл әдіс экологиялық таза, арзанырақ әрі ауылдық жерлерде тұратын адамдар үшін тиімді.
Біз суды табиғи заттармен тазарту жолын мектеп жағдайында жасап көрдік және тиімді нәтижеге қол жеткіздік. Мұндай жағдайлар бізге әр сәтте көмектеседі. Табиғатты қорғау, өз болашағымызды қорғау. Әр адам таза судың қадірін білуі қажет. Табиғи материалдармен тазарту экологиялық және таза әдіс. Мұндай сүзгілерді ауылда жерлерде, зертханаларда және төтенше жағдайларда қолдануға болады. Болашақта судың тазалығын зерттеуді қолға алуды жоспарлаймыз. Таза су, таза өмір кепілі.